Сәлем балалар, бүгін 44-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 10-ға дейінгі сандарды қосу және азайтуды үйренеміз. Бірінші тапсырма, кестенің қалай құрылғанын түсіндір. Мысалдар жазылған бір түсті карточкаларды таңда, жауабын айт дейді. Мына бізде кестеде есептер көрсетілген. Енді осы кесте қалай құрылғанын қарауымыз керек. Бірінші қатарды қарайық. 1 қосу 1. 1 қосу 1 қанша? 2-ге тең. Яғни 1 қосу 1 бұл 2 деген санның құрамы. Келесі 1 қосу 2 қанша? 1 қосу 2 3, 2 қосу 1 ол да 3. Демек, мынау екінші қатар 3 санының құрамы. Келесі 1 қосу 3 қанша? 4. 2 қосу 2 4, 3 қосу 1 бұл 4. Үшінші қатар 4 санның құрамы. Келесі 1 қосу 4 5-ге тең, 2 қосу 3 5-ге тең, 3 қосу 2 5-ге тең, 4 қосу 1 5-ге тең. Демек, мына тұрған қатар 5 санының құрамы. Келесі 1 қосу 5 6-ға тең, 2 қосу 4 6-ға тең, 3 қосу 3 6-ға тең, 4 қосу 2 6-ға тең, 5 қосу 1 6-ға тең. Мына тұрған қатар 6 санының құрамы. Келесі 1 қосу 6 7-ге тең, 2 қосу 5 7-ге тең, 3 қосу 4 7-ге тең, 4 қосу 3 7-ге тең, 5 қосу 2 7-ге тең, 6 қосу 1 7-ге тең. Демек, мына тұрған қатар 7 санның құрамы. Келесі 1 қосу 7 8-ге тең, 2 қосу 6 8-ге тең, 3 қосу 5 8-ге тең, 4 қосу 4 8-ге тең, 5 қосу 3 8-ге тең, 6 қосу 2 8-ге тең, 7 қосу 1 8-ге тең. Мына тұрған қатар 8 санның құрамы. Келесі 1 қосу 8 9-ға тең, 2 қосу 7 9-ға тең, 3 қосу 6 9-ға тең, 4 қосу 5 9-ға тең, 5 қосу 4 9-ға тең, 6 қосу 3 9-ға тең, 7 қосу 2 9-ға тең, 8 қосу 1 9-ға тең. Демек, мына тұрған қатар 9 санның құрамы. Және соңғысы 1 қосу 9 10-ға тең, 2 қосу 8 10-ға тең, 3 қосу 7 10-ға тең, 4 қосу 6 10-ға тең, 5 қосу 5 10-ға тең, 6 қосу 4 10-ға тең, 7 қосу 3 10-ға тең, 8 қосу 2 10-ға тең, 9 қосу 1 10-ға тең. Мына тұрған соңғы қатар 10 санның құрамы. Сонда бұл кесте сандардың құрамына қарай құрылған екен. Енді айтады, кез келген бір түсті карточканы таңдап, есеп шығар дейді. Енді біз бұл жерде жасыл түсті таңдайық. 1, 2, 3, 4 есеп бар екен, соларды шығарайық. Сіздер кез келген қалаған түсті таңдасаңыздар болады. Мысалы, сары түсті таңдасаңыздар, мұна тұрған сары есептерді шығарасыздар. Көк түсті таңдасаңыздар, көк түсті есептерді шығарасыздар. Күлгін болса, күлгін түсті мінекей. Және ашық қызыл түсті, және қоңыр түсті таңдасаңыздар, осы есептерді шығарасыздар. Мен жасыл түсті таңдадым, демек жазайық. Жасыл түсті 2 қосу 2, 2 2 қоссақ қанша? 2 2 қоссақ 4. Келесі 3 қосу 3, 3 қосу 3, 3-ке 3-ті қоссақ қанша? 6. Келесі 4 қосу 4, 4 қосу 4, 4-ке 4-ті қоса қанша? Есімізге түсірейікші? 8 болады. Және 5 қосу 5, 5-ке 5-ті қоса қанша? 5-ке 5-ті қоса 10 болады екен. Мінекей жасыл түсті карточкадан 4-еуін мінекей шығардым. Келесі көрсетілген сандарды шығу үшін әр қабаттағы бос орындарға сандарды тап дейді. Бірінші бізде 10 берілген, я? Мінекей мына жерде 10. Дәптерде шығарып көрсетейік. Мына жерде 6, 3, 2. Қалған сандар белгісіз. Енді 10 деген сан шығу үшін, мына қатардан 10-ды шығару үшін, біз мына жердегі сан табуымыз керек. Оны табу үшін 6 қосу 3 дейміз. 6-ға 3-ті қосса қанша? 9 шығады. Сосын мына 10-нан 9 азайтамыз. 10-нан 9 азайтса қанша? 1. Демек, мына жердегі сан 1 болады. 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7-ге 3-ті қоссақ 10. 10 деген сан шықты.
Келесі мына жердегі сан табу үшін 3-ке 2-ні қосамыз. 3-ке 2-ні қосамыз. 3-ке 2-ні қосамыз. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Сол 10-нан 5-ті азайтамыз. 10-нан 5-ті азайтсақ 5 шығады. Демек, мына жерге 5 деген санды қоямыз. 3-ке 2-ні қоссақ 5, 5-ке 5-ті қоссақ 10. Енді біз мына тұрған сандар табу. Енді оны табу үшін 10 қосып, мысалы, мына жерге 2 деген санды қойықшы, тағы да 2-ні қойық. 2-ге 2 қоссақ, неше болады? 2-ге 2 қоссақ, келесі 2 қосу 2, 4 болады. Мына жердегі сан табу үшін сол 10-нан 4-ті азайтамыз. 10 азайту 4, сонда 6 шығады. Мына жердегі сан 6. Түсіндік қоя, 2-ге 6 қосақ 8, 8-ге 2 қосақ 10. Мына жердегі 2-ні мен өзім ойдан жаздым. Қалған санды есептеп таптық. Енді келесі соңғы сан. Мына жердегі санды табу үшін мына 6 мен 2-ні қосамыз. 6 мен 2-ні қоссақ қанша? 6 мен 2-ні қоссақ 8. Мына жердегі сан табу үшін сол 10-нан 8 азайтамыз. 10 азайту 8, 10-нан 8 азайтсақ 2 шығады. Мына жерде 2 шығады. Сонда 6 қосу 2, 8, 8-ге қосақ 10. Неге 10-нан азайттық? Себебі бұлайнан қосқан сандарды қоссақ та 10 болу керек, бұлай қоссақ та 10 болу керек. Енді мына жердегі санды табу үшін 6-ға 1-ді қосамыз. 6-ға 1-ді қоссақ қанша? 6-ға 1-ді қоссақ 7 шығады. Мұнан табу үшін 10-нан 7-ні азайтамыз. 10 азайту 7, 10-нан 7 азайтсақ 3 шығады. Сонда мына жердегі сан 3. 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7-ге 3-ті қоссақ 10. Мына жерде де қосындысы 10 болады. 2-ге 3-ті қоссақ 5, 5-ге 5-ті қоссақ 10. Түсіндік қоя, бұлайнан ұзыннан қатарынан қосқан кезде де 10 шықты, және көлденеңінен сандарды қосқан кезде де 10 деген сан шықты. Мінеке осылай шығардық. Енді бізде келесі сандарды қосқан кезде 9 деген сан шығу керек. Ендеше табайық. Мына жерде 2 сан белгілі. Ол үшін біз 5 пен 3-ті қосып аламыз. 5-ке 3-ті қосса қанша? 8. Мына жердегі сан табу үшін 9-дан азайтамыз. 9 азайту 8, сонда 1 шықты. 1. Неге 9-дан азайтып атырық? Өйткені айтып тұрған көрсетілген сандар шығу үшін ар қабаттағы бос орындарға сандар тап. Яғни, мына 9 деген санды шығу керек қой. 9 деген сан шығу керек мыналардың қосын. Сол себептен мынаны табу үшін 9-дан 8 азайттық. 9-дан 8 азайтсақ 1. 5-ке 1-ді қоссақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9 шықты. Келесі мына жердегі сан табу керек. Ол жердегі санды табу үшін біз 6 мен 3 пен 4-ті қосамыз. 3-ке 4-ті қосса қанша? 7. Мынаны табу үшін 9-дан 7-ні азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтса қанша? 2. Сонда мына жердегі сан 2 болады. Келесі сан табу үшін біз мына жерге бір санды қоямыз. Мына жерге қандай санды қойсақ болады? Бұл жерге тағы да 2 деген санды қойықшы. Ойдан қойып атырмыз. 2. Енді мына жердегі санды табу үшін 2 мен 4-ті қосамыз. 2 мен 4-ті қосса қанша? 2 мен 4-ті қоссақ 6. Мынаны табу үшін сол 9-дан 6-ны азайтамыз. 9-дан 6-ны азайтсақ 3. Мына жердегі сан сонда 3 болады. 2-ге 3-ті қоссақ 5, 5-ке 4-ті қоссақ 9. Келесі мына жердегі сан табайық. Ол жердегі санды табу үшін біз 1 мен 3-ті қосамыз. 1 қосу 3 қанша? 1 қосу 3 4-ке тең. Мұнан табу үшін сол 9-дан 4-ті азайтамыз. 9-дан 4-ті азайтсақ 5 шығады. Демек, мына жерге 5 деген санды қоямыз. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-ке 5-ті қоссақ 9 шығады. Енді мына жердегі сан табу үшін ол екі жағынан да шығады. Біз 5 пен 2-ні қосамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7 шығады. Табу үшін сол 9-дан 7-ні азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 шығады. Неге? 2. 2-ке 5-ті қоссақ 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9. Бұлайнан есептесек те 2-ге 2-ні қоссақ 4, 4-ке 5-ті қоссақ 9 шығады. Мінеке келесі есепті осылай шығарамыз.
Үшінші есеп 1-ден 10-ға дейінгі сандардың құрамын есіңе түсір. Мысалдарды жазып, оларды есепте кесте бойынша тексер. 1-ден 10-ға дейінгі сандардың құрамын мінекей мына жерден қарап та естеріңізге түсірсеңіздер болады. Кесте бойынша естеріңізге түсірсек болады. Яғни санның құрамы 3 деген санның құрамы мінекей 1 мен 2, 4 санның құрамы 1 мен 4, 5 санның құрамы мінекей 2 мен 3, 7 санның құрамы 4 пен 3. Осылай еске түсірсек болады. Ендеше шығарайық берілген есептерді. 3 азайту 2. 3-тен 2-ні азайтсақ қанша? 3-тен 2-ні азайтсақ 1 шығады. Демек 3 санның құрамы 2 мен 1. Мінекей. 3 санның құрамы 2 мен 1. Кесте бойынша тексерсек. Келесі 8 азайту 5. 8-ден 5-ті азайтсақ қанша? 8-ден 5-ті азайтсақ 3 шығады. Мінекей. Яғни 3 пен 5 бізде 8 санның құрамы. Келесі 7 азайту 1. 7-тен 1-ті азайтсақ қанша? 6 шығады. Тауып алайықшы біз 1 мен 6 мінекей. 7-ден 1-ді азайтсақ 6 шығады. Дұрыс. Келесі 9 азайту 3. 9-дан 3-ті азайтсақ қанша? Ол да 6 шығады. Яғни 3 пенен мінекей 3 пенен 6. 9-дан мына 3-ті азайтсақ 6 шығады. Дұрыс. Келесі 6 азайту 5. 6-тан 5-ті азайтсақ қанша? 1 шығады. Яғни 1 мен 5 бізде 6 санның құрамы. Келесі 9 азайту 2. 9-дан 2-ні азайтсақ қанша? 9-дан 2-ні азайтсақ 7 шығады. Яғни мінекей 2-ні таңдады. Мына жерден 7-ні. Яғни мінекей 2 менен, мына жерде 2 менен 7-ні қараймыз. 9 санның құрамы 2 мен 7. Келесі 8 азайту 7. 8-ден 7-ні азайтса қанша? 1 шығады мінекей. 1 мен 7, 8. Яғни 8-ден 7-ні азайтсақ 1 шығып тұр. Кесте бойынша тексерсек дұрыс. 2 азайту 2, ол 0 болады. Кез келген саннан сол санның өзін азайтсақ 0 шығады. Келесі 7 азайту 3. 7-тен 3-ті азайтсақ қанша? 4. Кесте бойынша тексерсек, мінекей 3 пенен 4-те 7 тұр. Дұрыс. Келесі 5 азайту 4 1-ге тең. Мінекей 1 менен 4-ті алсақ, міне 5 шығып тұр. Яғни 5 санның құрамы 1 мен 4. Мінекей 3-ші есепті осылай шығарамыз. 4-ші тапсырма атайға көмектес. Алдымен тақтайшаның ұзындығын өлшеп ал дейді. Мына біз тақтайшаның ұзындығын өлшемізді, соның ұзындығын мына сантиметр берілген кеміт деп тұр. Ендеше өлшейік. Өлшегенде бізде негізі 10 сантиметрге жетпей тұр. Немесе менің сызғышым дұрыс емес. Бірақ біз 10 сантиметр деп ала берейік. Тақтайшаның ұзындығы 10 сантиметр. 10 сантиметр. Енді осыдан сандарды кемітуіміз керек. Кеміт деген азайт деген сөз. Демек 10 сантиметр азайту 3 сантиметр. Оннан 3-ті азайтса қанша шығады? 7 шығады. Сонда 7 сантиметрге тең. Келесі 10 сантиметр азайту 8 сантиметр. 10 сантиметрден 8 сантиметрді азайтса қанша шығады? 2 сантиметр шығады. Келесі 10 сантиметр азайту 6 сантиметр. 10-нан 6-ны азайтсақ 4 сантиметр шығады. Келесі 10 сантиметр азайту 9 сантиметр. 10 сантиметрден 9 сантиметр азайтсақ 1 сантиметр шығады. Мінекей біз тақтайшаның ұзындығын берілген 3, 8, 6, 9 сантиметрге кеміттік. Осылай шықты. Келесі тақтайшаның ұзындығын дейді, ұзындығын өлшеп арттыр дейді. Ұзындығын өлшейміз және осы сандарға арттырамыз. Бұның ұзындығы 3 сантиметрге тең екен. Мінекей. Ол тақтайшаның ұзындығы 3 сантиметр. Енді арттыр десе, осы 3 сантиметрге мына сандарды қосамыз. 3 сантиметр қосу 2 сантиметр. 3-ке 2 қосса қанша? 5 сантиметр шығады.
Келесі 3 сантиметр қосу 5 сантиметр. 3-ке 5 сантиметрді қосса қанша болады? 8 сантиметр болады. Келесі 3 сантиметр қосу 6 сантиметр. 3-ке 6 қосса қанша? 9 сантиметр. Келесі 3 сантиметр қосу 7 сантиметр. 3-ке 7 қосса қанша? 10 сантиметр шығады. Мінекей осылай есептейміз. Балалар, мына тақташаның ұзындығын өлшеңіздер. Бәлкім менің сызғышым дұрыс емес шығар. Мына жақ 4 сантиметр болуы мүмкін. Сіздер сызғышта қанша сантиметр шықса, соған мына арттыр дейді, мына сандарды қосып шығамыз астынан. Ал үстінен мына сандарды азайтып шығамыз. Мінекей 4-ші есепті осылай шығарады. Келесі 5-ші есеп. Бос орындарға тиісті сандар мен таңбаларды қалай таңдауға болатын түсіндір дейді. Бірінші, бізде 7 деген сан көрсетіп тұр, 7 деген сан көрсетіп тұр. Мінекей жазып алайық. 7 және одан кейін даже мұнда азайту қосылма белгісі, санда белгісі және 4 деген көрсетіп тұр. Енді мына жерге біз қандай таңба қоямыз? Азайту қоямыз ба, қосу қоямыз ба? Қалай ойлайсыздар? Қосу қойсақ, 7-ге қандай да бір санды қойсақ 4 шыға ма? Шықпайды. Себебі тұрған жауабы 7-ден кішкентай. Демек, бұл жерге азайту таңбасын қоямыз. 7 азайту. 7-ден қандай санды азайтсақ 4 шығады. Оны табу үшін 7-ден 4-ті азайтасақ болады. 7-ден 4-ті азайтсақ қанша шығады? 7-ден 4 азайтсақ 3 шығады. Демек, бос орынға 3 деген санды қоямыз. 7 азайту 3 тең 4 болады. Мына біріншісін осылай жазамыз. Келесі 2. 2-ден кейін біз қосу таңбасын қоямыз ба, азайту таңбасын қоямыз ба? Егер де азайту таңбасын қойсақ, 2-ден қандай да бір санды азайтсақ 6 шыға ма? Шықпайды. 6 2-ден үлкен. Демек, бұл жерге қосу таңбасын қоямыз. 2 қосу. Мына жердегі санды табу үшін мына 6-дан 2-ні азайтамыз. 6-дан 2-ні азайтса қанша шығады? 4 шығады. Демек, мына бос орынға 4 деген санды қоямыз. 2 қосу 4, 6-ға тең. Мінекей. Осылай шығарамыз. Келесі 8 деген сан. 8-ге біз мына жерге таңба қосу қоямыз ба, азайту қоямыз ба? Азайту қойсақ 10 шыға ма? 8-ден бір санды азайтсақ 10 шыға ма? Шықпайды. Себебі 10 8-ден үлкен. Демек, қосу деген таңба қоямыз. Мына жердегі санды табу үшін сол 10-нан 8 азайта саламыз. 10-нан 8 азайтсақ 2 шығады. Демек, бос орынға 2 деген санды қоямыз. 8-ге 2-ні қоссақ 10 шығады. Келесі 10. Мына жерге қандай таңба қоямыз? Егер азайту таңбасын қойсақ, қосу таңбасын қойсақ, 10-ға бір санды қосқанда 8 шыға ма? Жоқ. Демек, азайту таңбасын қоямыз. 10 азайту. Мына жердегі санды табу үшін 10-нан 8 азайтамыз. 10-нан 8 азайтсақ 2 шығады. Демек, бос орынға 2 деген санды қоямыз. 10 азайту 2 8-ге тең. Дұрыс, Келесі 9 деген қасына таңба, қандай таңба қоямыз? Қосу таңбасын қойсақ 6 шыға ма? 9-ға бір санды қойсақ 6 шыға ма? Шықпайды. Себебі 6 9-дан кіші. Сондықтан азайту деген санды қоямыз. Мына жердегі санды табу үшін сол 9-дан 6-ны азайтамыз. 9-дан 6-ны азайтса қанша шығады? 3 шығады. Демек, бос орынға 3 деген санды қоямыз. 9 азайту 3 бізде 6-ға тең. Келесі 10. Мына жерге біз азайту деген таңбаны қоямыз. Себебі қосу таңбасын қойсақ, 3 деген сан шықпайды. 3 10-нан кіші. Сондықтан азайту таңбасын қоямыз. Мына жердегі санды табу үшін сол 10-нан 3-ті азайтамыз. 10-нан 3-ті азайтсақ қанша? 7 шығады. Демек, бос орынға 7 деген санды қоямыз. 10 азайту 7 бізде 3-ге тең. Мінекей 5-ші есепті біз осылай шығарамыз. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.